Сілем достар. Қалдарыңыз қалай? Мен қыздардың өтініші бойынша жіне әңгіме бастадым. Оқып, ой түйіп, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Бір бөлім. Кеше ғана түскен жас келін Заринаның бөлмесінен шыққысы келмей қайынсіңлісі Маржан айналшықтап жүр. Сондағысы демі шекейлер мен көйлектер, түрлі түсті орамалдар мен косметикаларға қызығушылығы еді. Жас жеңгесінің киімін бір киіп көріп, шекейлерін тағып көріпміз. Жеңгесі көңілін қалдырғысы келмей, тыйым салмады. Бір жағы ұялды. Келе салып заттарын қызғанды дегенді айтпасын деп. Екеуі әңгімелесіп, затты бір көріп отырып уақыт өтіп кеткенін байқамапты. Бір кезде есіктен енесі кіріп, қыздарым ау кеш болды ғой, үйдің еркектері жұмыстан келетін уақыт болды. Әлі тамақ дайын емес деді. Зарина орнынан ұшып тұрды. Ұялғаннан екі беті қып-қызыл боп дуылдап қоя берді. Қазір апа деп асханаға жүгіре жөнелді. Артынан Маржан, жеңге мына қызыл орамалыңызды беріңізші, мойынға салып жүргенге деме екен деп айқайлады. Зарина асығып кетіп бара жатып не сұрағанына да мін бермей, жарайды дей салды. Қуанып кеткен Маржан орамалды алып, бөлмесіне барып, қайта-қайта тағып көріпміз болды. Біресе мойынға орап, біресе тюрбан жасап киіп, біресе гүлдеп байлап басына тағып айнаның алдынан шыға алмады. Зарина кешкі асқа кірісті. Көңілі толып, Маржан да келіп көмектесті. Кешкі тамақ ішіліп, ыдыс-аяғын жуып, бөлмесіне келген Зарина шаршап тұрса да, бағана шашылып қалған заттарын, киім-кешектерін жинауға кірісті. Орамалдарын демілеп тізіп іліп қойды. Қараса ішінде өзіне ұнаған қызыл орамал жоқ. Есіне түсіре алмай біраз тұрды. Бағанағы ерке қыздың сұрағаны сол орамал емес пе екен деді сыбырлап. Қалайша оны бере салдым, оны жеңгем ешкімге бермей өзің тақ деп ұзатылып жатқанда сыйлап еді ғой деп ойлады. Адам сенгісіз оқиға осы қызыл орамалдан кейін басталды. Фариза. Қайырлы күн достар. Әңгіме желісі ұнап жатса лайк баса отырыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. 2 бөлім. Негізі Заринаға сол орамал қатты ұнаған болатын. Ұзату тойында жеңгесі қолтығына қыстырып, ешкімге берме деп сыбырлаған еді. Үйге келген соң 1-2 күн соны тағып жүрді. Маржанның да көзі сол кезде түсіп еді. Міне, енді өзі білмей сыйға беріп жіберіпті. Қайта сұрасам ба екен деп ойлады. Ұятты, беріп, қайтып алып қойғаным, орамал бітер, ала берсінші деп қоя салды. Маржан биыл опыт тапсырады. Жақындап қалды, дайындық жақсы. Білімді қыз оқуға өз күшімен түсуіне сенімді. Арада 1 апта өткенде Зарина төркініне хабарласып еді. Күйеуі екеуін қонаққа шақырды. Ертеңіне екеуі жолға жиналды. Екі ауылдың арасы 1 сағаттық жол. Демде-ақ жетіп барды. Алдынан күлімсіреп жеңгесі айна күтіп алды. Қонақ бөлмеге өтіп, ши ішті. Бүгін анасының туған күні, бауырлармен дастарханда бас қоспақшы екен. Заринаны соған шақырыпты. Түсте анасы жұмыстан келіп қызын көріп қатты қуанды. Ана байғұс қашанда перзенттеріне қамқор ғой. Күйеу бала сыртқа кеткенде сыбырлап жағдайын сұрап, үйренісе алдың ба деп бәйек болуда. Кішігірім отырыс жақсы өтті. Дастарханды жинап, ыдыс-аяқты жуып тұрып, жеңгесі әңгіме бастады. Бикеш өткендегі қызыл орамалды тағып жүрсің бе деді көзінің астымен ұрлана қарап. Су ішіп тұрған Зарина басын шайқады. Айна, неге деді жұлып алғандай. Лде ұнамады ма? Жоқ, ұнады жеңше. Қайынсіңлім қоймай сұрап еді, сыйға бердім деді. Зарина жуып тұрған кесесі қолынан түсіп кетіп, шарт етіп сынды. Оған қарамаған Айна, неге бердің біреуге? Өзің тақ деп едім ғой деді, айқайлап. Зарина жеңгесінің мінезін түсінбей тұрып қалды. Айна өз-өзіне келіп үндемей тұрды да, қайтарып ал өзіңе деді. Неге сонша ашуландыңыз, бір орамалға бола? Деді. Зарина жеңгесі үндемеді. Сол үнсіздіктен соң олар үйлеріне қайтты. Кеш жарық достар. Әңгімені жалғастырайын. 3 бөлім. Үйіне келген соң да Зарина көп ойланды. Неге сол қызыл орамалды сөз етіп кетті деп. Жеңгесінің алдын ол орамалды таққанын көрмеген, бірақ сыйға бергенде жаңа емес еді. Мыж-мыж бүктеп бере салған. Сол кезде де ойланбапты ау, неге ұсталған орамал берді деп. Бірақ қарасаң көз тартатын сондай демі орамал болған соң жаңа емесіне мін бермей алыпты ғой. 1-2 рет тақты да оны.
Бір кезде өзінен сұрайыншы деп телефонды ұстағаны сол, соны күтіп тұрғандай шырылдай жөнелді. Кімді айтсаң сол көрінер деген жеңгесі екен. Алло деді. Бикеш, құрсыншы ол орамал, мен саған одан да демісін сыйға беремін деді бірден Айна. Соны сұрайын деп едім мен де деп келе жатыр еді. Айна әңгімені шорт кесті. Ертең сендердің ауылдарыңа ағаңның жолдас баласы жүреді екен. Содан қара пакетке салып беріп жіберемін, жарайды ма деді. Қажеті жоқ еді жеңге, рахмет. Ертеңіне дұл сондай қызыл орамал қолына тиді. Бірақ бұл жолғысы шекейлермен көмкерілген одан да демі еді. Зарина бірақ аса қуана қоймады. Пакетке салып шкафтың үстіне тастай салды. Күндер өтіп жатты. Орамалдың гімесі ұмтылып кеткелі қашан. Зарина ол орамалды неше түрлі ойларға тағып жүрді. Ойында ештеме жоқ, келіншек өміріне риза. Бір күні көршісі үйге келді. Енесінің жоқ екенін айтса да кетпей отырып алды. Ши беріп, оны мұны әңгіме қылды. Бір кезде көрші апа, сенің келгеніңе жылдан асты, неге еле көтермейді жүрсің деді түйеден түскендей. Зарина қаперінде ештеме жоқ, тосылып қалды. Көрші апа біраз үнсіздіктен соң үйіне қайтты. Үйде ешкім жоқ. Зарина бөлмесіне барып төсегіне қисайды да егіліп жылады. Енді ғана ойлапты оны. Ешкім сұрамапты да. Расында мен неге бала көтермей жүрмін? Денсаулығым жақсы, онда неге? Ертең дәрігерге бару керек деп түйді. Орнынан тұрып түскі астың қамына кірісе бергенде телефон безек қақты. Анасы екен. Зарина, қалқам, сүйінші. Жеңгең ұлды болды. Жылдар бойғы арманым орындалды. Келе алсаңдар, құда-құдағи, бірін келіңдер деді. Қуанышында шек жоқ. Зарина анасын құттықтап лек. Ертеңіне дәрігерге бару жайына қалды. Төркінге аттанды. Құтты болсын айтып кешке бірақ қайтты. Келе салып бөлмесіне кіріп талықсып ұйықтап бара жатыр еді. Күйеуі алмас мұрнынан шымшып еркелете оятты. Зари, біздің де баламыз болса ғой тезірек деді. Көзін ашпаған күйі ойланып жатты да, алмас ертең дәрігерге барайықшы деді. Қайырлы күн достар. Күн жақсы өтсін. Әңгіме өрбітейін, ұнап жатса лайк басып пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. 4 бөлім. Ертеңіне Алмас пен Зарина дәрігерге барды. Бірі жақсы, екеуінің де денсаулығы дұрыс. Уайымдайтын ештеме жоқ, бірі уақыт істімен деді дәрігер. Көңілді оралды үйге. Солай жүргенде қайынсіңісіне құда түсіп келді. Оқуын аяқтамаса да, жақсы жер болған соң ұзатылып кете барды. Біраз уақыт өтіп кетті. Заринада ле жақсы жаңалық болмады. Енді шындап уайымдайтын болды. Діргерден діргер болды барған жері. Барлығы еш қауіп жоқ, денсаулықтары жақсы екенін айтып шығарып салады. Бұл кезде Айна екіншісіне аяғы ауыр болатын. Зарина қанша жерден бала көтермегеніне қынжылса да, төркіннің шілдехана тойларына шын ықыласпен қуанатын еді. Бір күні анасымен телефон арқылы сөйлескенде, неге халық еммен емделіп көрмейсің қызым? Қазір туыптер де жақсы ем-дом жасайды ғой деді. Зарина ат-тонын ала қашты. Ой мам, қай ғасырда өмір сүріп жатырсыз, білесіз ғой мен ондайға сенбеймін деді. Қызым, діргерден де еш пайда болып жатқан жоқ қой деді анасы. Бір Зарина көнбеді. Алланың берген сынағы шығарда бұйырған күні балалы болармын деп қоя салды. Араға тағы жыл салып өтті. Маржан алысқа тұрмысқа шыққан соң үйге жылына 2 рет келетін еді. Бір күні Зарина кір жуып жатқан еді, машина келіп тоқтады. Қақпадан Маржан мен күйеуі кіріп келеді екен. Міре-сіре боп бірі күтіп алды. Ауылда алыстан қонақ келсе 2 күн той ғой. Қыз келсе тіпті. 2-3 күннен өткен соң жаздың салқын кешінде тапшанда отырып, Зарина мен Маржан ұзақ сырласты. Маржанның да келін болғанына жылдан асса да бала көтермеді. Бірақ ол қынжылып жүрген жоқ, оқуды аяқтап алсам болды деп қуануда. Солай бір жеті қонақ болып, Маржан үйіне қайтты. Күйеуі келіп алып кетті. Ертеңіне Зарина орталыққа барып базар аралады. Өзіне, енесіне киім-кешектер алды. Өтіп бара жатып балалар киімінің жанынан өте бере тоқтап қалды. Қызығы бір киімді ұстап ұзақ тұрды. Сатушы деттегідей жалпылдап жүгіріп жүр. Қайсысы ұнады піке, арзан беремін, аласыз ба деп.
Ойланып кеткен Зарина бұрылып жоқ, қазір алмаймын, жиі қарап жатырмын. Алатын күні міндетті түрде сізге келемін деді күліп. Артына бұрылып еді, ту сыртында бір сыған ел қарап тұр екен. Жанына жақындады да, қызым сен ұлды боласың, бірақ орамалды есіне қайтаруың керек деді де жөнімен кетті. Зарина түкке түсінбей тұрып қалды. Сүйретіліп үйіне рең жетті. Бөлмесіне кіріп төсегіне құлай кетті. Ұзақ ойланды. Тіпті үй тірлігі, кешкі астың қамы жайына қалды. Енесі бөлмесіне кіріп, қызым, мазам болмай тұрма, неге сыртқа шықпадың деді. Зарина басын көтеріп, енесі екеуі ұзақ сөйлесті. Ілгі сыған елдің айтқанын айтып еді. Енесі ауылдың шетінде тұратын, жалғыз басты туып кемпірге барып көрейік деді. Ертеңіне ерте енелі келін ауылдың шетіне жол тартты. Есіктен кірген бойда тоқтап қалды. Намаз оқып отыр екен. Біраздан соң екеуін ымдап төрге шақырды. Енесі төрге, Зарина есік жаққа жайғасты. Енесі болған жайтты айтып, немерелі бола алмай жүргенін айтып әңгімесін тәмамдады. Туып апа, Заринаны жанына шақырды. Үнсіз біраз отырды да, қызым, сенің қызыл орамалдарың бар ма деді. Көп қой деді. Жоқ, қарапайым емес, ұқсас екі қызыл орамал өте демі деді. Зарина ойланып біраз отырды. Саған сыйланған орамалдар деді Туып апа. Бар еді, біреуі өзімде, біреуі ерке қызда. Ары қарай көзі қарауытып, басы ауырып кетті. Әңгімеге араласа алмай мең-зең күй кешті. Үйіне қайтып жатқан кез есінде. Үйіне келіп дір ішті де ұйқыға кетті. Жалғасы бар.